Қазақтың тілін, дінін, салт-дәстүрін дәріптейтін каналға алдымен подписация батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Адамзат жылқыны қолға үйретіп мінісімен аттың өзін жүргізу және алдындағы малды айдау үшін қандай да бір құрал қажет болған. Алғашында атқа мінген адам атты әр түрлі шыбықпен, ағашпен айдап жүргізген. Уақыт өте келе бұл құралды малдың шикі терісінің өзінен жасаған. Бертінірек өрме өнері шыққанда шикі қайысты өріп, өрменің санына байланысты қамшылар 3 таспа өрім, 4 таспа өрім, 6 таспа, 8 таспа, 12, 24, 48 таспа болып бөлінген. Қамшы баға жетпес ұлттық құндылығымыздың бірі. Бұл бүгінде әр қазақтың шаңырағына сән беретін ұлттық бұйым. Халқымыздың тұрмыс тіршілігінде, салт-дәстүрінде қамшының алатын орны ерекше. Ол бірегей өнер туындысы ғана емес, сый-сипаттың төресі, ер-жігіттің серігі, шаңырақтың киесі саналған. Сол себепті әрбір қазақ қамшының қасиетін біліп жүруі керек. Қазақ үшін қамшы тек ер қаруы ғана емес, оның атқаратын қызметі әртүрлі болған. Қамшының қасиеті ұлттық салт-дәстүрді дәріптеп жүрген журналист Өмірзақ Ақжігіт қазақ үшін қамшының атқарар рөлі зор дейді. Оның айтуынша, қазақтың кез келген салт-дәстүрінің астары бар. Қорқытты, сабауға ыңғайланды, қорлық, зорлық көрсетті, басынды деген мағынада. Ал дау төрт бұрышты, қамшы екі ұшты сөзі даудың себебі әр қилы, бірақ шешімі не ақ, не қара болады деген ойды меңзейді. Сол секілді қамшысын білемдеді деген сөз бар. Ол қамшының сабы мен өрімін қосып, екі бүктеп ұстауды бейнелейді. Негізгі мағынасы қыр көрсетті, қоқандады, кіжінді деген ұғымды береді. Баланы бесікке саларда жүгенді ат ұстайтын ер азамат, ел қорғайтын батыр болсын деп қамшыны кебенекпен бірге жапқан, және тақымыңнан тұлпар кетпесін. Бәйге бермес шабандоз бол деп бесіктің екі жағынан қамшы иілеген. Қамшының қаскөй, зұлым күштерден қорғаушы функциясы да бар. Яғни шамандық діннің қағидасымен, бақсылардың қамшысы негізгі атрибуттарының бірі. Қазақта жылқының тері сіңген қамшыдан жын шайтан, пері албасты қорқып жоламайды деген сенім бойынша қазақ бақсылары аурудың жынын қағу үшін қамшы қолданса, аяғы ауыр әйел босанар сәтте үйдің төріне іліп. Тубалықтар қамшы ішінде қызыл сапты қамшының күші айрықша болады, сондай қамшы ұстаған кісіден шайтан безіп қашады деген. Сонымен қатар тубалықтар қамшыны малдың, жылқының құты, байлық әкелуші ретінде санаған. Қамшыны әкету, ырыс-берекені әкету деп есептеген. Ал алтайлықтар тобылғы сапты қамшыны дәріптеп, сабын отпен күйдірмеген. Олардың сенімінше қамшы қаскөй күштерді қуса, от ағаштың қасиетін, күшін кетіреді. Қазақта тіл жете бермейтін немесе айтуға ауыз бармайтын сөздердің орнына қамшыны қолданатын әдет болған. Қашанда аталы сөзге тоқтаған қазақ үшін қамшының қолдану аясы өте. Қазақтың өмір сүру қалпы малмен байланысты. Атқа мініп көкпар тартқанда ата-бабамыз қолынан қамшысын тастамаған. Қамшы қазақтың тұрмысы мен мәдениетінде үлкен орын алады. Сондықтан қызы ұнап, құдасымен сөз байласқан келушілер қолындағы қамшысын үйдің оң жағындағы керегесіне іліп кетеді. Салт бойынша қыз жақ жауабын беруі тиіс. Егерде қыз әкесі келісімін берсе, қамшы сол орында ілулі тұрады. Ал құда болуға келіспесе, қамшы қайтарылатын болған. Дәстүр бойынша құдаласқан қазақ жекжаттығын осындай ата жолмен жасаған. Тағы нұсқа бойынша алдымен жігіт қыз көруге барады. Сол кезде қызда ұлда өз өнерін көрсетіп ән салып өлең айтқан. Ал қыздың ата-анасы шаңырағына келген қонақтарды күтіп шығарып салады. Егер жігіт қызды ұнатса, кетерінде қолындағы қамшысын кереге көзіне іліп кетеді. Бұл қыз ұнады, құда түсуге келеміз деген белгі. Қамшыда қамшының сабындай уақытта қыз бен жігіт табысса, біз қыз бен жігітті біріктіреміз деген тәрбиелік мән жатыр. Бұны үй иесі айтпай-ақ сезген. Үй иесі кеткен қонақтардың артынан босағада ілулі тұрған қамшыға қарап, ол кісілердің жайдан жай келмегенін сезген. Ал қамшының бедері, оның таспен безендірілгені, өрімі құда түсіп келген кісілердің әл-ахуалын білдірген. Егер қызға жігіт ұнамаса, қамшыны жаушыдан қайтарып беретін дәстүр болған. Қазақта әрбір отбасы мүшесінің өз қамшысы болған. Балаларға ат жалын тартып міне бастағанда, ұл, қыз бірдей, әдейі арнап ер-тұрман жасатумен қатар ата-анасы арнайы өргізіп берген. Көші-қонда, ас тойларда салт атты адамның еркек болсын, әйел болсын қамшысыз жүруі сөлекет саналған.
Тіпті қамшы салдырмайтын жүрдек аттардың өзін сипай қамшылап отырады. Ер адамдарға қарағанда қыз келіншектердің қамшысын ерекше әшекейлеген. Қазіргі таңда Моңғолия мен Қытай қазақтарында жиі кездесетін сабына жез ораған сарыала қамшыларға ертеде алтын күміс шыбықтарды шырмауықтай орап, шашақтарына дейін алтын күміс домалақ салпыншақтар орнатқан. Мұндай қамшылар сән қамшысы, алтындалған қамшы, күмістелген қамшы деп айтылған. Дойыр жуан, салмақты таспадан өрілген қамшыны барымташы, жаугершілер ұстаған. Оның өрімі де ұзын болған. Аңшыларға арналған қамшының ұшына қорғасын салынған. Өйткені ұзындығы 2 құлаш қамшымен аңға шығуға да, сиыр айдағанда да ыңғайлы. Ал үйір қамшы деген сабы 3 буынды болған. Оны жылқы айдағанда шалма ретінде пайдаланған. Бұдан өзге де қамшының түрі көп. Қамшының да түрі бар, атап айтсақ, сүндет қамшы, бәйге қамшы, көкпар қамшы, дойыр қамшы, неке қамшысы, сот қамшы, үйір қамшы, ноғай қамшы, баптау қамшы, аңшы қамшы, барымды қамшы, бәсіре қамшы. Қамшы тарихы. Қамшы сөзінің шығу тегі туралы бірнеше нұсқалар айтылады. Қамшы сөзіндегі қам түбірі қазақ тілінде бірнеше ұғымға ие. Қам шикі, шылғи, шала, қам қарекет, қимыл, айла, тәсіл, амал, қам уайым, қайғы, қамығу, қамдану, әзірлену, даярлану. Әрі қарай қамба, қамау, қамал, қамту сөздермен терісі құнды аңдар қама, қамар, қамшат, қымбат маталар қамқа, қамқап болып келеді. Барлығының түбірі қам деген сөзден түзіледі. Қамшы ат көлік, мал айдауға арналған жабдық. Қамшы қорғануға, қарсыласын ұрып жығуға арналған суық қару. Қамшыгерлік қорғана білетін және әбжіл қимылдап, жауын жайратып салатында шеберлік. Көшпелі тірлік салтына байланысты қазақтың еңбектенген баласынан еңкейген кәрісіне дейін қамшы ұстаған, ат көлік мінетін. Әркімнің өзіне лайық, өзіне тән қамшылары болады. Атқа мінгенде қолында, қоншында, білегінде, белінде, тақымында, ерінің алды-артында, үстінде ілулі тұрады. Кейде тіпті қарбалас сәтте ауызға да көлденең тістейді. Ал үйде отырған кезде қамшы керегенің басында, көгінде, уық қарында, сыртқы дөдеге мен белдеуде немесе ашада қыстырулы тұрады. Қарбалас кездері киіз сырмақ астында, тіпті тізенің астында жатады. Әркімнің қамшысы өзі қойған жерінде тұруға тиісті. Әйелге қамшыны қай кезде жұмсаған? Әйелге тек жауынгерлік заманда қамшы жұмсаған. Ұрысқа кетіп бара жатқанда артынан ілесіп, күйеуін қимай, жылаған әйелді ер аттың үстінде тұрып, қамшымен салып қалған. Шайқас кезінде ері жазым болса, өлеріңді біліп көңілің суысын деп қамшы сілтеген екенсің деп жоқтау айтса, аман есен оралса, мен жоқта өзгеге көз салмасын дегенің ғой деп бұғады екен. Ал жай елде тыныштық кезде атына мініп, жолаушылап бара жатқан ерінен әйелі қайда барасың деп сұрамаған. Өйткені ол жаман ырымға саналған. Сондықтан әйелі ерінің қай жаққа жол жүретінін күні бұрын сұрайтын болған. Ал атқа мініп дәл жол жүретін кезде сұрса, қамшымен салып жіберетін болған. Әйелге тек жауынгерлік заманда қамшы жұмсаған. Ұрысқа кетіп бара жатқанда артынан ілесіп, күйеуін қимай, жылаған әйелді ер аттың үстінде тұрып, қамшымен салып қалған. Шайқас кезінде ері жазым болса, өлеріңді біліп көңілің суысын деп қамшы сілтеген екенсің деп жоқтау айтса, аман есен оралса, мен жоқта өзгеге көз салмасын дегенің ғой деп бұғады екен. Ал жай елде тыныштық кезде атына мініп, жолаушылап бара жатқан ерінен әйелі қайда барасың деп сұрамаған. Өйткені ол жаман ырымға саналған. Сондықтан әйелі ерінің қай жаққа жол жүретінін күні бұрын сұрайтын болған. Ал атқа мініп дәл жол жүретін кезде сұрса, қамшымен салып жіберетін болған.